айтып қойдым мынау өзім заманға шығып бірақ отырғанда ұмытып қалмай тұрған кезде сен анау бірақ негізі соңына келіп ұмытып қалып отырмын сен оның бәрін білетін шығарсың ғой сен Енді мынау ағайындар, мына жырлап отқан өзіміздің ескі халық, өзіміздің ағам Бердекен ғой, таниды ғой енді, үйге қонаққа келіп еді, әлі жарытып ештеңе ішкен де жоқ енді, шекілей берем ба деп отыр. жаңа біздің ауылдағы әннің Ал енді Бердекен Бегіман ән айтам дейді. Bismillah болсын мына сөзім басы, бір алла жаратушы дембелі көр ақынның оң бастаған талабына. Адам деген пендеміз жер бетінің шөңге кірмей білмейтін табанына. Басына тіршіліктен не өтпейді, күн кешкен қызықты да қаралы да. Естіген ертегінің бар ақиқат, құндылық шире бар бағаны да. Есткен есілерден сөзім бар еді, саңырақ болсын сөзім саналыға. 8-ші ғасырдың ортасында Қарабура әулие өмір сүрген Ахмет Яссауидің заманында. Тарихта таңбасы бар әулиенің істеген ісі жайлы бір мағлұмат салғылақ үлкен кішау ағамына. Заманда қиын қыстау ала тұрғаны ел ертеңін ойлаған батырларда. Туыпты халқымның арасынан таптаған қарақтай келген қазағымның таласынан қаншама көз салса да біздің елге ешқандай сөнбек тау таласына. Қарабура әруақты кісі екені, халқының қамын жеген өзі батыры, туыпты жетірудың таласынан. Жаса Бердеке! Күш қайраты болыпты асан мықты, жанына серік еткен адалдықты. Ел шетіне жау тисе қарап жатпай елікпен тамсандырған талай жұртты. Ірілігін атпелі көтере алмайы, Қарабура мініп алып ел ішінде, сондықтан Қарабура атанып тайы. Ислам дінін алғаш мойындағаны, танытпайдың едеген сараңдап тайы. Ақтуын адалдықтың берік ұстағы, жарыққа айналдырған қараңдап тайы. Аллаға көрсеткен құрмет үшін Ахмет Яссауидің баталы тауы. Жаса Бердеке! Orta Asya şehrinde Orta Asya şehrinde İslam taratkan, ağzına jұртты қаратқан Қожа Ахмет Яссауи алпысқа келгенде мына дүние жалғаннан көзіммен көзі көргенде пайғамбарым Мұхаммед 63 жасты жасаған, одан артық жасасау мен үшін күнә болады. Адам деген пендеміз 5 күндік жердің қонағы. Өзіме қолды жұмсамаймын, өзіме қолды жұмсасам Аллаға деген қызметім ісімде қалай болмады. Қолымнан келер жалғыз іс жарық нұрдан ажырап ана жердің қойнына өз еркімменен кіремін. Ол үшін мен арнайы мінәжат орын қылып ед,
жер астына салдырып сонда да өмір сүремін жер бетіне қайтып шықпаймын ақыр күндемін біткенше бір аллаға сыйынып жер бетіне жақсылық жаратқаннан тілерім айналайын ағайын күндердің күнім болғанда өлетін шағым болғанда күнінде айтып кетемін мен сонда үйге саламын әзірге өтіп жатырмын жіберер алла хабарын бәріне өтер өмірден болса да мұқтан қамадан кейбіреулер білмей жүр өлкесін қайда барарын алладан мықты ешкім жоқ таймайды демей табаным Ой, аммаңдар жұртым жаманат көңілде болсын қанағат бір-біріңе ешқашан ауыр сөз айтып балағат салып тыңдасаң сөзіме менің шапағат сендерге айтар бір сөзім мен дүние саламын жаратқан ие бір алла алдыңа енді барамын оң жаққа алып денемді арулап бәрін қойғасын суымай денем тұрғанда